Сәлем достар, бүгін біз сіздермен творожный пирог жасайтын боламыз. Қажетті заттар осы видеода көріп тұрғандарыңыздай творог, қаймақ, ұн, май және де бір дана жұмыртқа. Ең бірінші ұнға 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық қантты қосып араластырып аламыз да мұздатқышта мұздатылған майымызды теркадан өткізіп салатын боламыз. Міндетті түрде майды қатырып осылайынан теркадан өткізіп салу керек. Сосын теркадан өткізгеннен кейін осылайынан видеодағыдай түйіршік түрінде майымыз бен ұнымызды араластырамыз. Қамыр секілді бір-бірімен қатты жабысып қалмау керек. Міндетті түрде осылайынан шашырап, бір-бірінен ажырап, әдемі корочка секілді тесто шығу керек бізде. Келесі біз начинканы дайындайтын боламыз. Бірінші ыдысқа творогты салып, 3 қасық қант, 1 жұмыртқаны және де 3 қасық сметананы қосып, 1 жұмыртқаны салып, осылайынан блендермен әдемілеп араластыратын боламыз. Яғни түрі крем секілді болғанға дейін ұзағынан араластырасыздар. Енді тестамыз бен начинкамызды қосатын боламыз. Бізде пирог жасайтын арнайы ыдыс болмағандықтан мен магазиннен осындай алюминий ыдысын сатып алған болатынмын. Бұл ыдыспен де өте керемет болып шығады, бірақ тек бір рет пайдаланғанға. Осылайынан бірінші тестаның жартысын ең астына жайғастырамыз. Сосын үстіне начинканы әдемілеп жайып, үстін тегістеп, барлық жағына жететіндей етіп, дұрыстап орналастырамыз. Сосын оның үстіне қалған тестамызды шашамыз. Газға 200 градусқа 30 минутқа қоямыз. Мінекей біздің творожный пирогымыз дайын. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, беті қызарған, енді күшті болып шықты. Мен бірге болғандарыңызға рахмет. Видеоның астына комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.